Егер де өзіңіздің дауысыңыз өзіңізге ұнамаса, мысалы дауысыңыз қарылып қалып, аудио жаза алмай жатсаңыз, сізге мынандай пайдалы кеңесті ұсынамын. Ол үшін менің каналыма жазылып, тіркеліп, және де комментарийда сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Ал кеттік. Ол үшін телеграмға барамыз. Барғаннан кейін жоғары жағына іздейміз мәтінді сөйлеуге түрлендіру деген деп тауып аламыз. Сосын кез келген мысалы Дәулет Айгүл деп шығады. Ішіне кіргеннен бірінші старт деген батырманы басуларыңыз керек. Содан кейін Дәулетті болмаса Айгүл дегенді басамыз. Ер адамның немесе әйел адамның дауысына салады. Мен мысалы Айгүлді таңдаймын. Айгүлді таңдағаннан кейін енді мәтінді енгіземіз. Мәтінді енгізгенде осылай енді аудиосын шығарып беретін болады. Неке шықты. Енді тыңдайтын боламыз. Маңғыстау өңірі табиғи сұлулығы мен тарихи маңызы зор мекен. Бұл аймақтағы 7 керемет елге белгілі қайталанбас табиғи және тарихи ескерткіштер. Бірі Шерқала тауы. Шерқала пішіні қамалға ұқсайтын аңызға толы тау. Мына жерде мәтіндерді өзгертсеңіз болады. Мысалы 1 деп тұр ғой, оны жазбаса 1 деп жазсаңыз болады. Қайтадан да 1 или кетіріп тастасаңыз болады. Шерқала тауы, кейбір бір өзгертетін жерлері болса, өзгертіп жақсылап жазсаңыз болады. Егер өзіңіздің дауысыңыз өзіңізге ұнамаса, осы сөздерді алсаңыз болады. Мысалы Дәулетті таңдап көрейік. Дәулетті таңдадық. Енді егерде өзгертіп көрейік. 1 депті. 1. Қалғандарын өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Енді қазір аудионы шығарып береді. Маңғыстау өңірі табиғи сұлулығы мен тарихи маңызы зор мекен. Бұл аймақтағы 7 керемет елге белгілі қайталанбас табиғи және тарихи ескерткіштер. 1 Шерқала тауы. Шерқала пішіні қамалға. Ол ежелгі сауда жолдарының қиылысында орналасқан. Бұл жердің атауы Арыстан қала деген мағынаны береді. 2 Бекет ата жер асты мешіті. Бұл қазақ даласындағы ең қасиетті орындардың бірі.